Қайырлы таң, ханым. Қайырлы таң. Балалардың тағы да көңіл күйі жоқ болып тұр ғой. Не болды сендерге? Күл. Жоқ, бізде бәрі жақсы. Мен сені алмаймын. Бұл жерде бір шикілік бар. Ал біз болдық, тұрайық. Ал сау болыңдар жандарым. Сау болыңыз, мама. Бұл байлақайларға мен өзім қарап қоям ғой, жандарым. Жай саған сеніп тапсырдық, біз кеттік жұмысқа. Қазір мен сіздерді шығарып салайын. Ал жұмыстарыңыз сәтті өтсін. Аха, рахмет. Жақсы, біз кеттік. Жай тесікті жауып алайын. Кетті ғой. Ана екеуі қайда? Сабап тастамасам. Екеуі қайда? Настроенияларын білдіртіп отырып. Малдар, есінде настроенияларыңды білдіртіп отырсыңдар. Ұрмаңыз өтінем. Бері кел. Жинандар екеуін үйді. Бол, жинандар үйді. Тап-тұйнақтай болып тұрсың. Әйтпесек, жаңағы таяқ аз болды ма? Қазір тағы да сабап тастаймын екеуіңді. Тіпті диванға да отырмайсыңдар. Бұл менің диваным. Ұқтыңдар ма? Сен егер тағы да маманы көзінше жылайтын болсаң, көзіңді ағызып түсірем, білдің ба сенің? Бар, кет, көзіме көрінбе. Сене тұрсын. Жуал. Бір шаң қалмайтын болсын, ұқтың ба? Ұқтың ба дейм? Көзіңді алайтпа маған етіп. Жуал. Кешке тағы да естіп көңіл күйіңді бұзатын болсаңдар, бастарыңды шауып түсірем, білдіңдер ма? Болды, жинап болсам, демалады, тағы да шақ болсам, таяқ жейсің. Ұқтың ба? Мен кеттім бөлмеге. Тап-тұйнақтай болып тұрсың. Сөйтіп боларды. Нетем. Я сол. Мама күшті бөлме берді. Мә рахаттанып, байдың қызы болып отырмын ғой мен деген. Бұлардың киімдерін киіп, крутая болып отырмын ғой. Я сол. Мә бөлмелер прям күшті ғой. Мә осы бір жолға қалсам ғой осы үйде. Байдың қызы болып отырмын сол. Сен не сөйлесің? Қойшы от. Міне, так, киімімді киіп алдым. Айтпақшы ана екеуін көріп берейінші, не білдіріп жатыр? Біз келдік. Ой, қош келдіңіздер. Қалай жұмыстарыңыз өтті? Жақсы өтті. Балалардың тамағын беріп ойнаттың ба? Я. Әні олар. Күшті болып жүр. Аха. Стоп. Айда? Қызым?
Сен қолына не болған? Көгеріп кетіпті ғой. Соны айтам, менде де көріп тұрмын. Айда не болды саған? Қолың қатты көгеріп кетіпті ғой. Жоқ, негізінде бағана ойнап жатып, есікке соғып алған қолым. Иә, мам, мен негізінде қолымды неге есікке ұрып алып едім. Ай, қызым, ау, байқап жүрмейсің ба? Ай. Сен бар, не қылып тұрсың? Балаларды ойнатып шай жасамайсың ба? Жарайды, қазір. Мам, мен сізге бір нәрсе айтайыншы. Иә, қызым, не болды, айт. Мәме, мына қызметшіден қатты күдіктеніп жүрмін. Чота балалардың да көңіл күйі бұзылып жүр. Бұл жерде бір шикілік бар. Қызым, қандай шикілік ол? Мына қызметші, яғни бала күтуші, ол негізінде балаларды қылғысап, ұстап жүрген сияқты, және де Аиданың қолын ұрған бір таяқпен. Қызым, олай емес шығар енді? Мен солай ойбаймын. Қатты күдіктенем сол бала күтушіден. Сома мүлде ұнамайды. Сумкасының, мен бір затымды таппай жатқан кезде сумкасын көргенде, ішінде бір таяқ бар екен. Қызым, біреудің затын ақтаруға болмайды, білесің ғой? Бұл қыз үйден кетсе екен, что-то балалардың да көңіл күйлері бұзылып жүр. Мен қатты күдіктенем солдан. Қызым, қой. Жасымен, егер ол қызметші естісе өкпелейді ғой, сөйтіп үйден кетеді. Қой болды. Ой, адамдарды кінәлауға болмайды бостан босқа. Дәлел жоқ қой оған. Жарайды, қызым, болды, қой, айтпа. Өкпелейді әйтпесе. Қайдағы нәрселерді айтпа. Бір мамамды да сендіре алмадым. Ешкім көнбей жатыр. Қайтсем де мына бала күтушіні үйден қуып жіберу керек. Достар, сіздерге екінші сериясын ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып тіркеліп кеттіңіздер. Достар, негізі идея өзімдікі.